Уақыт өте сөйлеудің орнына үндемеудің, жақындаудың орнына алыстаудың, күтудің орнына ұмытудың зияны азырақ тиетінін түсіндім. Уақыт деген түсінбесті түсіндіріп, көнбесті көндіріп, өшпесті өшіріп, көшпесті көшіріп, досты жауызға, бауырды алауызға, сүйгенді сүйкімсізге, сенгенді сенімсізге айналдырады екен. Кемшілігіңді айтқанның барлығын жау көрме, мақтағанның барлығын дос көрме. Бөтен әйелге күліп қарап, өз әйеліне үріп қарайтын еркек жақсы отағасы емес. Өмір 3 нәрсемен әдемі: сабыр, шүкір, дұға. Сабырлық жол көрсетеді, шүкірлік нығметтерді арттырады, дұға тағдырды әдемі етеді. Қартайғанда түзу белің бүгіледі, жарлық келсе жүйрікте сүрінеді. Қиналғанда қасыңа келмейтіндер, ақшаң болса артыңнан жүгіреді. Ақылы жоқты аға тұтпа, қасиеті жоқты қадір тұтпа. Ақылы жоқты аға тұтсаң, кішілігіңді кемшіліктей көрер. Қасиеті жоқты қадір тұтсаң, кісілігіңді ерсіліктей көрер. Үйіңді жайнататын да ел, сорыңды қайнататын да ел. Жоғыңды бар қылатын да ел, барыңа зар қылатын да ел. Тексіздер төрге шыққанда, тектінің басын доп қылады. Білімсізге билік дейсе, білімдіні жоқ қылады. Мінезі жаман адамға енді қайтып жуыспа. Тәуір көрер адаммен жалған намыс қуыспа. Сағат уақыттың қанша екенін көрсетеді, ал уақыт адамның қандай екендігін көрсетеді. Құстың еркіндігі аспанда ұшу, адамның еркіндігі қиялында ұшу. Жақсылық жасау адамның таңдауы емес, оның болмысы. Ал басқалар осы жақсылықты қалай қабылдайтыны олардың деңгейін көрсетеді. Өлшеп берген өмірде жылайсың, күлесің, тоқтатпа тағдыр күресін. Ащының дәмін татпасаң, тәттіні қайдан білесің. Біреудің көңіліне қарау, орынды іс болғанымен, кейде өз жағдайыңа қарау керек екен. Иттің сыйластығы сүйек келгенше, адамның сыйластығы сынақ келгенше. Ешкімде біреудің өміріне түбегейлі ұстаз бола алмайды. Сондықтан біреуді үйретудің қажеті жоқ. Әркімнің қателесетін, құлайтын, тұратын, қайта бастайтын өмірі болады. Ешкім кеш үйленген үшін өлген жоқ. Бірақ кейбір адамдар қате адаммен үйленген үшін ең әдемі жылдарын жоғалтты. Қандай адам болса да жаманшылық ойлама. Қолыңнан келсе жақсылық істе. Сонда өсесің, өнесің, көгересің. Кішкентай ғана қиындықтарын үлкен сөз қылып, ұсақ түйектерді үлкен әңгіме етіп айтатын адамдардың жанында тыныш қана күлімсіреп тұратын ақылды адамдар болады. Олардың басынан не өткенін біз білмейміз. Мүмкін әлем осындай керемет адамдардың күшімен тепе-теңдігін ұстап тұрған болар. Адамдардың бәрін риза етемдеу бекершілік. Барлық адамның көңілінен шығу мүмкін емес. Сондықтан әрдайым жаратқанды риза етуге тырысу керек. Алдыңа ас келгенде қанағатты ұмытпа. Басыңа бақ қонғанда шамағатты ұмытпа. Жаныңды шыңдап жігерлі етер сені күн. Өшпесін енді өзіңе деген сенімің. Жеңіліп қалсаң жинал да талпын алдыға. Ақылмен бірге сабырың болсын серігің. Ешқашан орны толмас жалғыз нәрсе уақыт. Өтпе деп айта алмайсың, өткенге орала алмайсың. Өткенді қайтара алмайсың, өкінішті өшіре алмайсың. Басыңнан өткенді ұмыта алмайсың. Пендеге табынба, Алланың барында. Жүрексіз жандарға ешқашан жалынба. Дүниеге бағынба, адамға жағынба. Аллахым әрқашан жалғыздың жанында. Бір адамды жөнін білмей даттама, бір адамды жөнін білмей мақтама. Қоғамда жүр небір адам білсеңіз, жүздері жылы, жүректері қап-қара.
Өзендегі өлшеулі жай ағыстар, қарияға қарасаң аяныш бар. Намыстанба жүре алмай қалса олар, кезің келер сенің де таяқ ұстар. Жүрек таза болса, тілек қабыл болады. Алла түбінде қайырлысын береді. Адамда арман таусылама, бірі орындалса, келесі бірі бас көтереді. Арман бітсе, өмір тоқтайды. Өзің сезбеген бақыттың саған керегі жоқ. Бір данышпан, бақытты болу бір бөлек, оны сезіне білу екінші бөлек депті. Әлде кімнің жеткен жетістігіне, үйіп төгіліп жатқан ырысына, мал мүлкіне, аспандап тұрған атақ абыройына көзіңді сүзбе. Әркім өзіне бұйырған ғана несібені жейді. Не артық, не кем емес. Ауру тек денеде ғана болмайды, мінезде де бар. Егер біреуден жаман мінез көрсең, оған шипа сұрап дұға қыл. Оған жабысқан кеселден сені сау қылған Аллаға мақтау айт. Сырды сақтау шеберлігі жан дүниенің байлығын көрсетеді. Ішінде су тұрмайтын ыдыстың зияны секілді, сырды сақтай алмайтын адамның пайдасы кем. Егер әр адам қасындағы кісінің жүрегіндегін көре алса, оған қатты жаны ашитын еді. Ішкі таразының әділдігіне көзі жетер еді. Сыртқы өлшемдердің алдамшы екенін терең түсінер еді. Іштарлық, қызғаныш, көрсе қызарлыққа ұрынбас еді. Сырыңды айтпа, болсын мейлі епті жер. Аңдаусыз сөз өзіңе азап шектірер. 30 тістің арасында тұрмаса, жарты әлемге соққан желде жеткізер. Десең дағы біреудің не ісі бар, титтей сөздің тау қопарар күші бар. Қарға сынды екі шоқып бір қара, ұмытпағын үй артында кісі бар. Алла ғана сенген жанның қорғаны, тіл бағынғыш үй құсындай тордағы. Бар жоғыңды айтамын деп біреуге, бармағыңды шайнамасаң болғаны. Құрметті оқырман, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Және де пікір бөліміне өз ойыңызды жаза кетіңіз.